Саламатсыздар ма балалар? Қане шапкичиңерди жасаган. Сыбдырлайды мөлдір суға қолым жоқ. Жусаң әрдайым таза бетің маңдайым. Жарайсыңдар балалар. Ал мен балалар ұйымдастырған іс-әрекетімізді бастыңыз көріп, мен сендерге жұмбақ жасаған. Дәмі жоқ, түсі жоқ. Пайдаланады көп кісі. Бұл не балалар? Су. Судың пайдасын білеміз ба? Қандай пайдасы бар? Кім айтады? Жылқыға береміз. Жылқыға береміз, малға береміз. Тағы қандай пайдасын білеміз? Жуынамыз, тамақ істейміз, көп жерде пайдаланады екенбіз. Балалар, бүгін біз су туралы танысамыз, но не балалар бізде? Но не мынау бізде? Жер, жер шары. Бұнда жердің бетінде не көп балалар? Су көп екен, біз сумен қоректенеміз. Жан-жануарлар сумен қоректенеді екен. Бүгін біз зертханалық жұмыс жасаймыз. Суды тәжірибе жасап көрейік. Біз бұл тәжірибеде суды, сүтті пайдаланып, судың түсі бар ма, жоқ па соны анықтаймыз. Алдымен су құямыз тақсымызға. Айқанға су құямын, Миланаға да су құямын. Ал бұны төбенің тұсына сүт құямын. Мединаның тұсында сүт құямын. Балалар, алдымызда тұрған қасықты стаканымызға салайықшы. Стакан ішіне сала қой, қасықты салып қоя қой. Балалар, судың үстіне қасық салған қасығымыз көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Ал сендерде ше балалар, қасықтары көрініп тұр ма? Көрінбей тұр, ішіне батпанақта. Не істеп тұр? Қасық көрініп тұр ма? Көрінбей тұр, түсі қандай? Ал сендердің суларының түсі қандай? Мөлдір. Су мөлдір күйінде қалады екен, түссіз екен. Сүт қосқанда түсі өзгереді екен. Кәне балалар, екінші тәжірибемізді бастайық. Бұл жолы алдарына су беремін. Бұл жолы судың дәмін көреміз. Алдымен алдымызға берген стакан суды ішіп көрейік, дәмін көрейік судың. Дәмі бар ма судың? Дәмі жоқ, Мединамен төре алдымызда тұз беріледі, тұзды бір қасықтан сала қой. Сендер қант сала қой. Араластырамыз сосын. Араластырамыз. Енді дәмін көреміз. Қандай Медина? Ашма. Тәтті ме? Тәтті да сендерді. Ал сендерді төре ішіп көрші. Ішпейсің ба? Тұздың дәмі ащы болады екен, қанттың дәмі тәтті болады екен. Алихан, тәтті ме? Балалар, біздің үшінші тәжірибеміз судың иісі бар ма жоқ па соны анықтаймыз. Біздің алдымызда аналарымыздың үйде торттың әдемі қош иісін шығаратын ваниль су ванилинді суға салып иісін көреміз. Алдарына су құямын. Судың үстіне ванилин қош иісін салып көремін. Қастарды алып, араластырып. Қасырды алып араластырып. Иіскеп көріңші, иіскеп, суды иіскеп. Иісі бар ма? Не шарт, ішпейміз иіскеміз. Тәтті иіс шыға ма? Тәтті торттың иіс шығып тұр, Біз иістенгіш салған уақытта судың иісі шығады екен, Балалар, біздің төртінші тәжірибеміз алдымызға, стакандарымызға суды молырақ құйып, жеңіл зат пен ауыр затты суға салып көрейік. Кәне бәріміз бірге жасаймыз. Алихан менен Миланаға мен тас беріп отырмын, ал сендерге көпке беріп мысалы сала қойып суларды. Тасты алып суларыңызға салыңыз. Сала қойып, сала бер, төре тартасың. Сал. Милана сала қойып. Болды. Сендердің көпкелері суға батты ма? Көпке қандай екен? Ауыр ма, жеңіл ма? Балалар, көпке батты ма, суға батпады ма? Алихан, көпке суға батты ма, батпады ма? Батпады, Көпке ауыр ма, жеңіл ма? Жеңіл екен Медина. Суға батпайды екен көре. Ал балалар, сендер не салдыңдар суға? Тас салдыңдар. Тас судың түбінде жатыр. Ол жеңіл ма, ауыр ма? Ауыр болғасын суға батып кетті. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біздің іс-әрекетіміз ұнады ма сендерге? Біз бүгін суға тәжірибе жасадық. Судың пайдасы бізге өте көп. Суды үнемді пайдалану керек екен. Су бізге не үшін керек дегенде жаңа балалар? Суды не үшін керек бізге? Тамақ жасау үшін, ішу үшін, қоректену үшін керек. Ластама, суды ластама, жер бетіне керек болғасын, жер пайдаланып үнемді қолдануымыз керек екен.